Сәлем достар, сіздермен бүгін әдемі, дәмді, томпақ котлет дайындаймыз. Котлетті дайындамас бұрын менің каналыма қош келдіңіздер, және де менің каналыма тіркеліп, өз комментарияларыңызды жазып өтсеңіздер. Котлетті дайындау үшін бізге қажетті тауықтың төс еті, және де пияз бен чеснок, булка нан, байқап тұрғандарыңыздай шетін алып тастадым, жұмыртқа және тұз. Осы аталған ингредиенттердің барлығын араластырамыз. Алдын ала мен тауықтың төс етін мясоровкадан өткізіп алдым, пиязды, чеснокты мясоровкадан өткізіп алдым, және булка нанды жібітіп алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша булка нанды суға немесе сүтке жібітсеңіздер болады. Жұмыртқамызды салып, тұзымызды араластырып, және кішкене қара бұрышымызды салып, котлеттің начинкасын дайындаймыз. Бұл жерде мен приправа қоспаймын, өзіме ұнамайды, сол себепті приправа қоспаймын. Енді видеода қарап тұрғандарыңыздай дайын болған начинкамызды панировочный сухарикіге араластырып, котлеттің формасын дайындаймыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ұнға да істесеңіздер болады, бірақ мен осы түрін пайдаланамын, яғни панировочный сухарикімен дайындаймын. Міне көріп тұрғандарыңыздай котлетіміздің формасы өте әдемі шығып жатыр. Енді дайын болған котлеттерімізді көріп тұрғандарыңыздай алдын ала майымызды қыздырып, алдын ала сол қызып тұрған майымызға осы дайын болған котлеттерімізді пісіреміз. Келесі бетін көретін болсаңыздар, котлеттеріміз әдемі болып пісіп жатыр, және де томпақ болып әдемі, видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемі шығып жатыр. Міне топ-томпақ әдемі болып котлеттеріміз дайын болды. Енді осы тұрған котлеттерімізді, подлива жасап, сол котлеттерімізді сол подливаның суына кішкене бұқтырып аламыз. Өйткені ол котлетіміз толықтай пісіп әдемі болып шығу үшін. Қызып тұрған майымызға пиязымызды қуырамыз, және оған 2 помидор, одан кейін болгарскийімізді салып, тұзымызды қосып, жақсылап тұрып қуырып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай подливамыз дайын. Осы подливаға кішкене ғана суымызды құйып, көп қажет емес, кішкене ғана суымызды құйып, мына дайын болған котлеттерімізді рет-ретмен салып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пароваркаге немесе мантоваркаге бұқтырсаңыз да болады. Маған осы подливаға бұқтырған ұнайды. Осылай барлығын рет-ретмен қойып, бір 15 минуттай, 10 минуттай бір бұрқыратып, қайнатып, бетін жауып, бұқтырған өте ыңғайлы. Міне дайын болған котлетімізді көрсеңіздер болады. Алдын ала мен пюре дайындап қойдым. Енді міне котлетімізді көрсеңіздер болады. Міне котлетіміз өте жұмсақ, және ішінің барлығы әдемі піскен, көріп тұрғандарыңызда. Енді осы котлетімізді міне қараңыздар, өте дәмді, және іштерінің барлығы әдемі болып піскен. Осылай дайындауға кеңес беремін. Тойымды, әрі дәмді, әрі тез жасалынады. Және де бұл котлетке жаңағы айтып өткенімдей картошка, сәбіз қосудың қажеті жоқ. Аз ғана ингредиенттерден дайындалатын өте дәмді, өте тәтті, тез дайын болатын котлетіміз. Өздеріңіз күрішті немесе пюреден істесеңіздер болады. Котлетіміз өте дәмді. Және де менің каналымда
жоғалтып алмас үшін өздеріңіздің лайктарыңызды, комментарияларыңызды жазып өтіп тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!